Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың басы іргетасы отбасы. Азаматтық қоғамды құрудың қозғаушы күші болып табылатын отбасылық қарым-қатынастар арқылы қоғамда адал еңбекке, сыйластыққа, парасаттылыққа қол жеткізуге болады. Осыған сәйкес парасатты отбасы құндылықтарын насихаттау, отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, заманауи жетістіктерге лайықты парасатты тұлғаны дамыту, озат ойлы, парасатты, қайырымды оқушыны анықтау мақсатында облыс көлемінде парасатты отбасы байқауына Жарма ауданы Үшбиік ауылындағы Қанапияновтар отбасы қатысуда. Жарма ауданы Үшбиік ауылында 80 жылдан бері мұғалімдікті міндет тұтқан шаңырақ бар. Әулеттегі алғашқы ұстаз Ахметхан Қанапияұлы. Аты қазақ еліне мәлім. Ағартушы ұстаздың жолын ұрпақтары абыроймен жалғастырып келеді. Бүгінде бұл отбасы Жармадағы ұстаздар династиясы атанған. Себебі әулеттің педагогикалық өтілі 400 жылға жуықтайды. Қазіргі уақытта Қанапияновтар отбасының анасы Күләш анамыз жанұяның ұйытқысы, ақылшысы болып отыр. Анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да, ана алдындағы парызыңды өтей алмайсың деген бар. Дегенмен, ана алдындағы балалық борышын өтеу мақсатында балалары аналарын қасиетті Мекке Мәдина қаласына қажылыққа апарып келді. Ерзат пен Әсел Қанапияновтар 2007 жылы 7 айдың 7 күні отбасын құрды. 13 жыл ішінде шаңырағы құрылып, керегесі кеңейіп, ат басын тірейтін іргелі отбасы болды деуге болады. Отағасы Қанапиянов Ерзат Бияхметұлы Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің директоры. Педагогикалық еңбек өтілі 16 жыл. Осы қызметке жастайынан ерте араласып, 22 жасында келіп, күні бүгінге дейін ауданның ең жас мектеп басшысы. Бүгінде 13 жыл абыроймен еңбек жасап келеді. Мектеп директоры қызметіне дейін аудандық жас ұстаздар кеңесінің төрағасы, Мирас жастар орталығының меңгерушісі, Жас отан жастар қанатының жетекшісі ретінде жастармен тығыз байланыста болып, көп жетістіктерге қол жеткізді. Қызмет жасап жатқан мектеп ауданның үздік мектептерінің қатарында келе жатыр. Оқушылары мен мұғалімдері еңбектері мен жетістіктерінің арқасында аудандық, облыстық, республикалық көлемде жүлделі орындарға ие болып, мақтау қағаздары, құрмет грамоталарымен марапатталып келеді. Ерзат Қанапиянов педагог зерттеуші, филология магистрі, облыстық білім басқармасының құрмет грамотасы, Қазақстан білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталды. Аудандық үздік мектеп директоры байқауында 2-ші орын, облыстық табысты менеджер сайысында 3-ші орынға ие болды. Озат тәжірибелерін насихаттау мақсатында мақалалары мектеп директоры Республикалық ғылыми әдістемелік журналында 2015 және 2017 жылдары жарық көрді. Аудандық жастар көшбасшысы 2012 байқауында бас жүлдеге ие болды. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Назарбаевтың бастамасымен Қазақстанда жалпы ұлттық деңгейде тұңғыш рет өткен партияның сайлау алды іріктеуіне белсенді атсалысқаны үшін Нұр Отан партиясы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Даниял Ахметовтың алғыс хатына ие болды. Праймеризге белсене қатысып, аудан бойынша алғашқы 3-тік үздіктерінің қатарында көрінді. Қанапиянова Әсел Тұрарқызы, Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Педагогикалық өтілі 16 жыл. Әсел Қанапиянова педагог сарапшы. Осы жылдар аралығында оқушылары аудандық, облыстық пән олимпиадалары мен ғылыми жобалардан жүлделі орындарға ие болып, білім додаларында өз білімдерін жоғары деңгейде көрсетіп келеді. Аудандық үздік педагог сайысының бас жүлде иегері, облыстық үздік педагог сайысында 3-ші орынға ие болды. Бүгінгі таңда шәкірттері мұғалімнің жолын қуып, математика пәнінің мұғалімдері, магистрлері болып, өз ризашылықтарымен бөлісуде. Қанапия Бейбарыс
6 сыныпта озат оқушы, отбасының тұңғыш ұлы. Мектепшілік пәндік олимпиадалар мен қоғамдық жұмыстардың белсене қатысушысы, аудандық пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Абай өлеңдерін жатқа айтуды, көркемсөз оқуды жанына серік етеді. Спортпен де шұғылданады. Атап айтқанда, еркін күреспен айналысу, кермеде тартылу, денесін жерден жоғары көтеру, шахмат, асық ату, спорт түрлерімен қызығушылықпен айналысады. Үйде де әкесіне еңбекке араласып, жаз уақытында үй маңайын тазалау, бақшадағы жұмыспен көмектесу, қосалқы шаруалармен айналысу, қар тазалау сияқты еңбек түрлеріне қол ұшын тигізіп жүреді. Қанапия Айзере 5 сыныптың озат оқушысы. Мектепшілік пәндік олимпиадалар мен қоғамдық жұмыстардың белсене қатысушысы, аудандық пәндік олимпиадалардың ғылыми жобалардың жүлдегері, облыстық ғылыми жобалардың 3-ші орын иегері, мектепте қолөнер үйірмесіне қызығушылықпен қатысады. Отбасында анасына үй шаруасына араласып көмектеседі, шахматпен, секіртпе секіру спорт түрлерімен айналысады. Қанапия Айару биыл 1-ші сыныптың табалдырығын аттады. Мектеп алды даярлық тобының тәрбиеленуші кезінен бастап мектептің қоғамдық өмірінде белсенде қатысушысы. Биыл аудандық ғылыми жобалар байқауына қатысып, жүлделі орын 3-ші орынға ие болды. Үй шаруасына апайы Айзеремен бірге қатысып, аямай көмегін көрсетеді. Үйде анасымен бірге жасаған қолөнер шеберліктерін әлеуметтік желіге салуды ұнатады. Қанапия Ерахмет 1,5 жаста. Отбасының кенжесі, еркесі. Өзіне қажетті нәрсені тәтті, бұлдыр тілдерімен жеткізіп түсіндіреді. Қанапияновтар отбасы көп балалы. 2011 жылы аудандық үлгілі отбасы байқауында бас жүлдеге ие болып, облыстық байқауда үлгілі отбасы атанды. Отан отбасынан басталады дегендей, отанды сүю отбасынан басталатыны рас. Себебі отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Адамның жеке басының қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар ұятын, ақыл ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті. Басқада еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отанның бір бөлшегі отбасыңа ештеңеде жетпейді. Өйткені отбасы табиғаттың әр адамға сыйлаған керемет бір сыйы.